Кошуда жалпы канча убакыт турасыз? Кошуда сизге эмне унайды? Мен Кошуда 2013 жылы көчүп келгем. Ошол жерде мага унайтыны Астанага караганда бул жер тынчыраак және де соңғы кездері инфраструктура өте жақсы дамып жатыр. Спорт кешені салынды, көптеген ойын сауық орталықтары салынып жатыр. Сол жағынан, тыныштық жағынан Кош ұнайды. Жалпы осы доставка жағынан қалай? Мысалы тамақ, қандай да бір зат, мысалы тапсырыс беретін болсаңыз. Тамақ мысалы Кошта жеткізу қызметі дамып жатыр деп ойлаймын, өйткені осы жуырда SF ашылды. Олардың жеткізу қызметі жақсы жұмыс істейді. Дрифуд және тағы да басқалар бар ғой. Сіз Кошуда қанша уақыт тұрасыз? Қандай жерде тұрасыз? Жер үйде ме әлде квартирада ма? Ұнайды ма барлығы сізге? Квартирада тұрамын уже 4 жыл. 4 жыл болды осында көшіп келгеніме, Павлодар жақтан. Кошуда сізге не ұнайды, не ұнамайды? Мен көшіп келгенде үйлер енді салынып нетіп жатты ғой, тока. Көбі енді қазір тока бітіріп жатыр ғой, салынып. Тойхана ашылды деген сияқты 1 жыл бұрын. Кинотеатр ашылды. Мен көшіп келгенде ондайлар болған жоқ. Қазір наоборот дамып келе жатыр Қосшы. Жақсы ұнайды, бәрі ұнайды. Бала-шағам осында оқиды. Дальнейшем осында қаламыз деп үміттенемін. Одан бөлек жалпы осы Астанаға барып келу, қатынау жағынан Кошудан өте оңай. Автобустар жүріп тұрады 10 минут сайын, 15 минут сайын. Балаларым барып тұрады өздері, класстастарымен. Өзім де барып тұрамын қалаға. Жап-жақын мына жерде мегінемен 15 минуттық жер ғой. Аэропорт жақын. Барлығы жақын, негізі. Жалпы болашақта жер үйге көшу ойыңызда бар ма? Осы Кошудан жер телімін алатын болсаңыз, сізге негізі ең маңыздысы не болар еді? Енді, конечно, жер үй алғымыз келеді. Жер үйде тұрдым, өзім снимать етіп тұрдым. Конечно, жақсы жер үйде тұрған. Негізі мечта, я в дальнейшем, если вдруг үй алып нетіп қалсам болашақта, жер үй алып тұрғым келеді әрине. Все, рахмет сізге көп-көп. Жақсы.